Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқылым мен тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін жазу. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу. Бағалау критерийі: оқылым мен тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін жазады. Тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазасыздар. Балалар, Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте Қостанай облысы Жангелді ауданында туған. 1937 жылы 8 желтоқсанда қайтыс болды. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ақыны, әдебиет зерттеушісі, ғалым, түркітанушы, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, публицист, педагог, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысының жетекшісі, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда өкіметінің мүшесі. Ахмет Байтұрсынов қазақ әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын жазып шыққан. Алдымен Ахмет Байтұрсынұлының өмірі, шығармашылығы туралы бейнебаянмен таныс болыңыздар. Ахмет Байтұрсынұлы көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұстаз, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ілімінің және түркологияның негізін қалаушы ғалым, ақын, публицист. Жастайынан ұстаз болуды армандаған Ахмет туған елі Торғайда ауыл молдасынан білім алып, сауатын ашқан соң Орынбордағы мұғалімдер семинариясын бітіреді. Сөйтіп, туған өңірі Қостанайдың ауыл мектептерінде мұғалім болып бала оқытты. 1904-1906 жылдары Қарқаралыда орыс-қазақ мектебін басқарды. 1909 жылдан 1917 жылға дейін Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының ұлттық сана-сезімі мен намысын оятқан маса өлеңдер жинағын Иван Крыловтың 46 мысалын аударып шығарды. Ең маңыздысы, ана тілін пән ретінде оқытатын арнайы оқу құралы және тіл құралы атты оқулықтар жазды. Бұл еңбектерде ғалым Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліпбиін түрлендіріп, араб графикасы негізінде төте жазу үлгісін ұсынады. Сөйтіп, қазақ әліпбиінің жаңа әрі қолайлы нұсқасын жасап, қазақ тілі грамматикасының және жалпы қазақ тіл білімі ғылымының негізін салды. Ресей және Еуропа ғалымдарының пікірінше, Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған жаңа қазақ әліпбиі озық жазу үлгісі болып шықты. Яғни, қалай жазылса, солай оқылатын бір белгі концепция қалыптастыру үлкен ғылыми жаңалық болды. Қырғыз, қарақалпақ және башқұрт халықтары өз әліпбиін жасағанда Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған емле үлгісін пайдаланды. Ал кейінірек қазақ тілін латын және кириллица әліпбилеріне көшіру кезінде де Ахмет Байтұрсынұлы жасаған жүйе негізге алынды. Ғалымдар Ахмет Байтұрсынұлының бұл еңбегін жоғары бағалап, бірнеше ғылыми зерттеу жазды. Лингвист ғалым Николай Яковлев 1928 жылғы ғылыми мақаласында Ахметтің орфографиялық моделін өзге халықтардың жазу үлгісін жасауда толық пайдалану керектігін тоқтамға келеді. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан мен Міржақып Дулатұлы келген соң, Орынбордағы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі күрт өзгеріп, қазақтың заманауи мәдениетін қалыптастыру арқылы отарлық бұғауынан азат ұлттық мемлекет құру идеясы қолға алды. 1905-1906 жылдары Семейде шығарылмаған қазақ газетін 1913 жылы ақпанда Орынборда шығарып, оған 1917 жылдың желтоқсанына дейін өзі басшылық етті. Қазақтың алғашқы санында Ахметтің өзі былай деп жазды: аталы жұртымыздың, адуынды ұлтымыздың аруақты аты деп, газетіміздің есімін қазақ деп қойды. Ұлт үшін деген күштің ұлғаюына күшін қосып, көмектесер қызмет ету қазақ баласына міндет. Қызмет етем десеңдер, азаматтықтың зор жолының бірі осы.
Мұндағы үндеу әрбір қазақ баласына арналған ұлы сөз еді. Кеңес үкіметі 1919 жылдың 27 тамызында Қостанай оязын жаңадан құрылған Челябі облысына қосу жөнінде шешім қабылдады. Бұған наразы болған Ахмет Байтұрсынұлы Ленинге хат жолдайды. Көп ұзамай Қостанай оязы бүгінгі Қазақстанның астық ордасы болып отырған Қостанай облысы Қазақстан құрамына қайтарылды. Ахмет Байтұрсынұлы Алаш автономиясының оқу-ағарту комиссиясының төрағасы, Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының халық ағарту комиссары болып қызмет атқарды. Орынбор, Ташкенттегі халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет, тарихы пәндеріне сабақ берді. Ташкентте ашылып 1927 жылы Алматыға көшірілген Қазақ мемлекеттік педагогика институтында профессор болды. Бүгінде дара тұлға Ахмет Байтұрсынұлының қалдырған ғылыми, әдеби публицистік мұрасы ұлт мүддесіне қызмет етіп келеді. Қазіргі таңда Алматыдағы тіл білімі институты, Қостанай мемлекеттік университеті Ахмет Байтұрсынұлы атында. Қазақстанның бірқатар ірі қаласының көшелеріне де Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілді. Балалар, енді 20 ғасырдан қазақтың қолданған жазу кестесімен таныс болыңыздар. Балалар, 1929 жылға дейін араб жазуы және Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуы қолданылды. 1929-1940 жылдар аралығында латын графикасына негізделген қазақ жазуы пайдаланылды. Ал 1940 жылдан қазіргі уақытқа дейін орыс графикасына негізделген қазақ жазуы қолданылып келеді. Балалар, сіздер жаңа Ахмет Байтұрсынұлының өмірі, шығармашылығы, қызметі туралы бейнебаянмен таныстыңыздар. Енді сол бейнебаянды басшылыққа ала отырып, Ахмет Байтұрсынұлының жаңа қазақ әліпбиін жасауда сіңірген еңбегі туралы негізгі ойды түртіп алу арқылы қысқаша жинақы мәтін компрессия жазасыздар. Компрессия дегеніміз латын тілінен шыққан сөз, сығымдау, қысу дегенді білдіреді. Яғни мәтін өңдеудің негізгі түрі. Бастапқы мәтіндегі негізгі ойды, басты идеяны сақтап, компрессия жазу барысында жинақы мәтін пайда болады. Ендеше тапсырманы орындап шығамыз. Өздеріңнің жазған жинақы мәтіндеріңді мына мәтінмен салыстырып көріңіздер. Ахмет Байтұрсынұлы қоғам қайраткері, ғалым, ұстаз. Алдымен ауыл молдасы, кейін Орынбор мұғалімдер семинариясын бітіріп, мектепте сабақ береді. 1909-1917 жылдары Маса өлеңдер жинағы, Крыловтың 46 мысал аудармасы жарық көрді. Ана тілін оқытатын оқулықтар жазды. Араб графикасы негізінде жаңа қазақ әліпбиін құрастырды. Ресей, Еуропа ғалымдары озық жазу үлгісі деп баға берді. Қалай жазылса, солай оқылатын концепциясын қалыптастырды. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіл білімі ғылымының негізін салды. Сіздердің алдарыңызда Ахмет Байтұрсынұлы ұсынылған әліпби тұр. Яғни 1942 жылдары қолданылған әріптер, 1927 жылы қолданылған әріптер, латынша, кирилше әріптер және олардың айтылуы берілген. Төмендегі берілген сөздерді Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған әліпбимен жазып көріңдер. Ар, тас, аңшы, қасық, ірімшік, ғарышкер. Кәне балалар, бірге жазамыз. Келесі тапсырма білімді бақылау тестісі. Мынандай сұрақтарға
дұрыс немесе бұрыс деп жауап бересіздер. Бірінші, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ жазуының реформаторы. Келісесіз бе? Екінші сұрақ, Ахмет Байтұрсынұлының жаңа қазақ әліпбиі 26 әріптен тұрады. Үшінші, кісі аттарының алдынан немесе соңынан келетін сын есімдер сол кісінің атына тіркесіп жалқы есімге айналады. Ондай сөздер жалқы есімнің алдынан келсе бас әріппен жазылады, соңынан келсе кіші әріппен жазылады. Мысалы, ертөстік, жиренше шешен, тағы басқа. Келесі сұрақ, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы. Келесі сұрақ, мәдениеттің ең озық үлгісінің бірі жазу, сызу. Жазу мәдениеті адамның рухани байлығының баға жетпес үлкен жетістігі. Сұрақтарды мұқият оқып, жауаптарын белгілейсіздер деген ойдамын. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгүл Мұхсиновна.